2018 жылдан бастап сіздер экологиялық стратегияны жүзеге асырып келе жатырсыздар. Сол туралы айта кетсеңіз. Қабылданған экологиялық стратегиямызда 282 миллиард теңге жоспарлап отырмыз. Осы шешімдер қандай нәтиже берді? Сол 56%-ның қай пайызына жеттіңіздер? Біз 21 мың тонна азайттық. 16%. Халықаралық сарапшылар айтады екен, қалдық емес, қалдық болашақ экономика деп. Миллиондаған тонна жатқан қалдықтарды, шлактарды өндіріп, одан концентрат алып, соларды іске асырып жатырмыз. РЭС 2026 экспо көрмесіне RG компаниясы қандай жобалар ұсынады? 600 миллион куб газ, феррогаз жанып жатыр. Біз сол газды алып 80 мегаватт энергия шығарамыз. Бұл жобаға 45 миллиард теңге жоспарлап отырмыз. Не жетіспейді бізге? Мемлекеттік қолдау ма, инвестиция ма, болмаса кадрлар жетіспейтін шығар? Егер біз кешенді экологиялық рұқсат дейді, соны алсаң, жыл сайынғы экологиялық төлемді төлемейсің. RG компаниясы көгалдандыру бойынша қандай жұмыстарды жасап жатыр? Ал біз өз жоспарымыздан өзіміз асып түстік. Қазіргі таңда 5,5 миллион ағаш отырғызбыз. Қайырлы күн достар, бұл Green Talks подкастының кезекті шығарылымы, және мен Жансұлу Дүйсенәлі. Еске сала кетейік, 22-24 сәуір күндері Астана қаласында РЭС 2026 экспо көрмесі өтеді. Бұл подкаст соған орай шығарылып отыр. Бүгінгі біздің қонағымыз RG компаниясының қоршаған ортаны қорғау департаментінің директоры Талғат Исмаилұлы Төребеков мырза. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Бүгін біз өндіріс пен экологияны өзара байланысы туралы сөз қозғаймыз. Бүгінде ірі өнеркәсіптік компаниялар тек экономикаға емес, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғауға да жауапты. Біз білетін болсақ, RG сол бағытты ұстанады. 2018 жылдан бастап сіздер экологиялық стратегияны жүзеге асырып келе жатырсыздар. Сол туралы айта кетсеңіз. Қайырлы күн, құрметті достар. Әрине, RG компаниясы бұл үлкен ірі кәсіп, халықаралық ірі кәсіп орны. Біздің активтер Қазақстан бойынша Павлодар облысында шоғырланған, Ақтөбе облысы, Қарағанды, Қостанай облысы. Біз өз жауапкершілігімізді біле отырып, өндірістің қоршаған ортаға тигізетін зиянын біле отырып, қандай да бір өндіріс болсын, ол қоршаған ортаға қандай да бір әсері бар. Бірақ сол әсерді тиімді шаралар арқылы азайтуға болады. Сол себептен біз 2018 жылы өзіміз экологиялық стратегияны жоспарлап, әзірлеп, соны жүзеге асырып жатырмыз. Бірінші кезде 2018 жылы экологиялық стратегияны жасаған кезде біз только энергетика саласын жасаған болатынбыз. Қазіргі таңда жыл сайын оны стратегиямызды өзектендіріп және қарастырып, энергетика, тау-кен, басқа да бағыттарға енгізіп жатырмыз. Қазіргі таңда осы қабылданған экологиялық стратегиямызда 282 миллиард теңге жоспарлап отырмыз. 2018 жылдан бері біраз іс-шаралар уже атқарылды. Айта кететін болсақ, Павлодар облысы бойынша, Қостанай облысы бойынша, Павлодарда алюминий Қазақстаны, Евразиялық энергетикалық комплекс, одан кейін Ақсу ферросплав заводы, Қазақстан электролиз заводы. 72 жобаны біз іске асырдық. 72 жоба іске асырды. Ішіндегі ең ірі жобалар бұл алюминий Қазақстанда фильтрлар, заманауи сүзгілерді біз іске асырдық. ThyssenKrupp компаниясы. Бұл өте ең озық технология, себебі гибридті деп аталады. Жартысы электр, а жартысы рукавный, енді экологтардың тілінде рукавный фильтр дейді, жеңдік сүзбе, себебі ол ең тиімді сүзбе. Сол себептен қазіргі таңда қондырған фильтрларымыз 99-98%-ға шығарындыларды, ең бірінші біз қатты шығарындыларды, твердые вещества дейді, соларды төмендетіп жатырмыз. Стратегиямыздың негізі де сол. Бірінші кезең біз твердые вещества, қатты шығарындылар төмендетеміз, а екінші кезең бұл газдарды азайтуға жоспарланады. Біз өзімізге 2030 жылға дейін осы стратегия 2030-ға дейін сіздерде жоспарланған. 56%-ға төмендетуге біз өзімізге міндет қойдық, мақсат қойдық.
соны іске асырып жатырмыз Өте қазіргі мықты таңда. жоба, өте мықты бастама. Көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейік, негізі бұл орысша НТД деп аталады. Қазақ тілінде ең үздік қолжетімді технологиялар, иә. Бұл өнеркәсіптің қоршаған ортаға зиянын азайту. Әрине. Соңғы технологияларды, жаңағы сіз айтып жатқан сүзгілерді орнату арқылы қоршаған ортаға келетін зиянды шығындарды азайту, иә. Осы жоба аясында сіздер қазір компанияда жаңа айтып кеттіңіз, сүзгі орнаттық деп. Тағы да қандай қосымша жұмыстар жасалынды? Бұдан басқа Ақсу ферросплав заводында 42-43 пештердің сүзгілерін ауыстырдық. Және бір айта кететін ірі жобалардың біреуі алюминий Қазақстанда агрегат дейді, жылу беру пешінің сүзгісін энергетика саласында ең бірінші болып Қазақстанда біз қойдық. Жаңа рукавный фильтр. Энергетика саласында рукавный фильтр, жаңағы жеңдік сүзбелер жоқ. Бар жерде электрический, электр фильтрлер. А біз соны қойдық. Қазіргі таңда ол нәтижесін беріп 80-90%-ға шығарындылар төмендеттік. Бұдан басқа Качар, Қостанай облысында Качар жылу станциясын көмірден газға ауыстырдық. Бұл да әрине өз үлесін қосып жатыр. Қоршаған ортаға зиянды заттарды көмірден, әрине көмірдің жағуынан күл бар, басқасы бар. Газ өте тиімді, ең жаңағы қоршаған ортаға зиянын аз тигізетін технологиялардың бірі болып табылады. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, біз 2030 жылға дейін зиянды заттарды 56%-ға төмендету жоспарымыз бар деп, иә. Бүгінгі таңда осы шешімдер қандай нәтиже берді? Сол 56%-ның қай пайызына жеттіңіздер? Қазіргі таңда біз 2019 жылмен салыстырғанда біз 21 мың тонна азайттық. 16%. Өте жақсы жұмыс. Ал біз 7 жылда 16%-ға төмендеттік. 2030-ға дейін біздің мақсатымыз ол 56%, ал егер есептік тоннаға шағатын болсақ, бұл 75 мың тонна. Қазіргі таңда 21 тонна уже азайтылды шығарындылар. Ал бұл нақты жобалардан басқа тағы экологиялық шешімдерді жақсарту жолында тағы қосымша қандай жобалар жүзеге асырады ERG компаниясы? Біз бұдан басқа көптеген жобалар бар. Ең бірінші мақсат біздің жаңағы шығарынды, зиянды шығарындыларды азайту. Су көлемін бір экологиялық стратегиядағы мақсатымыз 33%-ға дейін су қоймаларынан алатын суларды 33%-ға дейін азайту. Үнемдеу. Себебі біз өзіміздегі алынған суды, я болмаса технологиялық процестегі суды тазартып қайттан сол процеске жіберу біздің мақсатымыз. Бұдан басқа 2 миллион тоннаға дейін жыл сайын қалдықтарды өңдеу, я болмаса рециклинг дейді, қайтадан өңдеп, или оны өнімге айналдыру, я болмаса оны қайтадан қолдану. Себебі қалдықтарды жаппай полигонға не болмаса көмуге болмайды, әрине. Біздің өзіміз компанияда белгіленген бір мақсат бар. Қалдықтарды жаңағы монетизация дейді ғой. Қаржыландыру. Себебі қалдық егер бұлайша қарасақ, біз қалдық дейміз, оны жаңағы қалдықтан да ақша істеуге болады. Негізі біздің көрменің басты мақсаты да сол. Көрменің аясында 8 тақырыптық аймақ болады, алдында айтып өткендей. Соның бірі осы қалдықты қайта өңдеу. Және де қазір халықаралық сарапшылар айтады екен, қалдық емес, қалдық болашақ экономика деп. Болашақ экономика, әрине. Талғат мырза, жаңа айтып кеттіңіз, ERG компаниясы қосымша экология тақырыбында көптеген жобаларды, бастамаларды іске асырып жатыр деп. Бұл орайда қалдықтарды қайта өңдеу тақырыбы бойынша қандай жобалар жүзеге асырылып жатыр? Бірнеше жобалар біздің компанияда жүзеге асырылып жатыр. Бір мысал ретінде өте сирек кездесетін галлий. Біз оны бокситтік шламнан, қалдықтан өндіріп, оны өнім қып, соны сатуға қазіргі таңда осы жоба іске асырылып, цех салынып жатыр. Бұл бір мәселе. Бұдан басқа Ақтөбе заводтарында бұрынғы қалдықтарды 43 жылдан бері завод құрылғалы бері қалдықтар, миллиондаған тонна жатқан қалдықтарды, шлактарды өндіріп, одан концентрат алып, соларды іске асырып жатырмыз. Концентраттан басқа қалған өңдеуден кейінгі
қалған қалдықтарды ол құм, қиыршық құм, оны жаңағы жол салу, басқа да құрылыс қажеттеріне қолданып іске асырып жатырмыз. Жаңа айтып кеттіңіз, қалдықтардан галлий аламыз деп. Бұл біз білуімізше өте сирек кездесетін металл. Бұл орайда халықаралық тәжірибеде осындай қалдықтардан галлий алған тәжірибелер бар ма? Әлде ERG бірінші рет әлем бойынша бірінші болып осындай қалдықтан металлды алып отыр ма? Металл галлийді біздің өзіміздің компанияда научный жаңағы ғылыми зерттеу орталығы бар. Сол мамандардың тәжірибесі қызыл жаңағы боксит шламынан алу, бұл біздің тәжірибеміз. Біздің ең бірінші тәжірибеміз. Тек бізде ғана қолданады бұл. Басқа мемлекеттерде әрине тәжірибе, бірақ осы қызыл жаңағы боксит шламынан алу бұл бірінші. ERG Қалдықтан компаниясы. бұл сирек кездесетін металлды алу сапасына қалай болады? Қалай әсер етеді? Әрине бұл сапасы егер төмен болса, жаңағы әрине әрі қарай оны сатуда жаңағы қандай да бір мәселелер туғызады. Сол себептен галлийдің сапасы халықаралық стандарттарға міндетті түрде сирек кездесетін болғаннан кейін оның стандарттары ең бірінші жолда тұрады да, оның бүкіл халықаралық стандарттарға сәйкестендіріп, қазіргі таңда Япония қызығушылық білдіріп жатыр. Өте керемет жаңалық, және жаңа айтып кеттіңіз, суды да үнемдеп жатырмыз деп. Қазақ айтады ғой, судың да сұрауы бар деп. Әрине. Осы суды үнемдеу жолында қайта қолдану арқылы процестерге, сіздердің жұмыс процестеріңізге ешқандай кедергі келтірген жоқ па? Сапаға әсер еткен жоқ па суды қайта қолдану? Біз әрине жаңағы пештерден шыққан пештерде жылыту сулары бар, басқа технологиялық процестерде сулар бар. Біз ол суларды қолданғаннан кейін тазарту процесін әрине фильтрлардан өтеді. Оның өзінің сапасы бар. Қандай да бір өзіміздің технологиялық регламентке сай келмесе, онда біз оны қолданбаймыз. Әрине біз тазарту қондырғыларын құрып, технологиялық өзіміздің регламентке сәйкестендіріп, тазартып, қайтадан қолданамыз. Бұл үнемдеудің ең бірінші мақсаты. Жалпы ERG компаниясының біздің көрмеге қатысып жатқан себебі де осы шығар. Өздерінің тәжірибесімен бөлісу, және халықаралық компаниялар келеді. Көрме аясында 30-ден 300-ге жуық компания күтілуде. Олардың да тәжірибесін қарау. Экологияны жақсарту үшін қандай стратегия қолданып жатыр, соны да білу шығар мақсатыңыз. Енді осы орайда сұрақ туындайды. RES 2026 экспо көрмесіне ERG компаниясы қандай жобаларды ұсынады? Біз жоба жаңағы айтып кеткен бірінші жобамыз бұл галлий. Екінші жобамыз біз Ақтөбе ферроқорытпа зауытында қазіргі таңда феррогазды ауаға жағып жатырмыз. Технология солай кезінде қабылданған, барлық мемлекеттік органдардан сараптамалар өткізіп қорытындысы алынған, бірақ қазіргі таңда ол 600 миллион куб газ, феррогаз жанып жатыр. Біз сол газды алып, бұл да озық технология, алып біз энергия шығарамыз. 80 мегаватт энергия шығарамыз. Бұл жобаға 45 миллиард теңге жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда бұл жоба іске асырылып жатыр уже. Қазіргі таңда осы жобаны көрсетеміз. Бұдан басқа біз қоғамдық ұйымдармен, мемлекеттік ұйымдармен, облыстармен жұмыс жасаймыз. Сондағы жасалып жатқан көгалдандыру бойынша жобаларымыз бар. Солардың бәрін жаңағы RES 2026-та біз көрсетеміз өзіміздің. Көрмеде демек инвесторлармен де, бизнес өкілдерімен де кездесу міндетті түрде біз басқа мемлекеттерден келген, өзінің технологиясымен келгендерді міндетті түрде біз қарап шығамыз. Себебі кездесіп, олардың тәжірибесін алып, бізге егер пайдасын тигізіп жатса, әрине біз оларды іске асыруға дайынбыз. Ол үшін бізге нақты барлық шешімдерін қарап, сараптап шығуымыз керек. Керемет. Онда біз барлық көрермендерді ERG стендіне шақырамыз. Өте қызықты жобаларды ұсынатын болады компания. Енді тағы бір сұрақ, бұл жерде сіздің сарапшылық пікіріңіз қажет. Жаңа айтып жатырық, ERG компаниясы ең үздік қолжетімді технологиялардың түрін өндіріске енгізіп жатыр. Ал осы технологияларды Қазақстан бойынша
барлық өндіріске енгізу үшін, жеделдету үшін бұл процессті, себебі қоршаған ортаны біз қорғауымыз керек. Қазір дабыл қағып түрлі мәселелер көтеріліп жатыр. Осыны жүзеге асу үшін, жеделдету үшін не керек? Не жетіспейді бізге? Мемлекеттік қолдау ма, инвестиция ма, болмаса кадрлар жетіспейтін шығар. Осы бойынша сарапшылық Енді пікіріңізді айтыңыз. сарапшы ретінде ең бірінші өзіміздің елге деген сүйіспеншілік керек. Ең бірінші. Себебі мемлекет тарапынан жаңа 2021 жылы жаңа экологиялық кодексте көп қолдау көрсетілді. Егер біз кешенді экологиялық рұқсат дейді, соны алсаң, жыл сайынғы экологиялық төлемді төлемейсің. Өндірістің өзінде қалады, бірақ сол төленбеген қаражатты сен қоршаған ортаға әсерін азайту бойынша іс-шараларға жұмсауың қажет. Сол себептен мемлекет тарапынан қолдау бар. Өндіріс тарапынан шешімдерді қабылдау керек. Жауапкершілікті мойынға алу керек. Өз уақытында жасау керек. Ал енді сарапшы ретінде айтатын болсам, бұл технологиялар біздің мемлекетімізде әлге дейін аз. Себебі жаңағы алюминий Қазақстанда қойған сүзгілеріміз, Тhyssen Group деген компания, Германияның компаниясы. Ақсу заводында біз Чехияның компаниясы. Біз неге ол технологияларды алдық? Себебі олар европалық нормативтерге сәйкес жұмыс жасайды. Стандартқа сай. Сол себептен біз өзіміздің мемлекетімізде кадрлар болып, дайындап, осындай технологиялар шығарып жатса, әрине нұр үстіне нұр болады. Сол үшін кадр мәселесі, технология мәселесі ең бірінші мақсат. Ал жаңа сіз айтып жатсыз, Германиядан әкелдік деп, осы технологияларды елге келгенде мамандар келіп үйретеді ғой. Мамандарды да келіп жатсыздар ма ол технологияны? Әрине өзінің ол сол компанияның мамандары келіп қондырып, одан кейінгі жаңағы RG компаниясының қызметкерлерін үйретіп, әрине онсыз болмайды. Біздің тараптан кадр тапшылығы сезіледі бұл орайда, иә? Әрине сезіледі. Бірақ қазіргі таңда 10 жыл, 15 жыл мен салыстыратын болсақ, әрине алға қарай жылжыдық. Қазір өзіміздің де күшті технологиялар бар. Қазіргі осыдан 10 жыл алдын біз жаңағы жеңдік сүзгі деп жатырмыз, рукавный фильтрі. Қытайдан болсын, басқа жерден болсын сатып алып, қазір өзіміздің қазақстандық өнімдер бар. Оларды қолдануға болады. Енді тағы бір сұрақ, осы экология саласында RG компаниясы қандай цифрлық құралдарды қолданып жатыр? Цифрлық құралдарға келетін болсақ, экологиялық кодекстің талабы 2021 жылдан бері, бұдан да алдын болған негізі, бірақ 2021 жылдан бері қатты талап қойылды. Автоматтандырылған жүйені қою, шығарындыларды автоматтық түрде шығарындыларды есептеп тұру, соларды қадағалау. Бұл тек жаңағы источники дейміз, шығарындылардың 500 тоннадан астам болса. Ал бірақ біз өзіміз 2018 жылдан бері жаңағы экологиялық стратегияның ішіне біз өзіміздің мақсатты қойдық. Санитарлық қоршаған аумақ деген бар. Әр өндірістің қоршаған ортаға келтіретін көлеміне байланысты 3 километр болады, 1 километр, 5 километр. Біз соларды есептеп, санитарлық аумақтарға автоматтандырылған жүйені қойдық. Өзіміздің шығарындыларды есептеп отырдық. Бұдан басқа 16 миллиард теңгеге 58 жаңағы шығарынды көздеріне қойдық. Қазіргі таңда автоматтандырылған жүйеден барлық көрсеткіштер Павлодар облысында LED экран, қаладағы LED экрандарға, мемлекеттік органдарға онлайн режимде беріліп отырады. Себебі біз елдің сол жерде ең басты біздің жаңағы стейкхолдерларымыз, бізді сол облыста жасаймыз. Халық көрсін, нәтижесін көрсін, біліп отырсын, біздің әрине жаңағы қоршаған ортаға зиян келтіріп жатырмыз ба, келтірмей жатырмыз ба. Бұның ең жақсы бір пайдасы автоматтандырылған жүйенің дер кезінде
біліп отырасың. Қандай да бір шығарындының көлемі асып кетсе, нормадан тыс болса, міндетті түрде сол өзіміздің регламентпен белгіленген технологтар іс-шараны бірден қолданады. Ал RG компаниясы көгалдандыру бойынша қандай жұмыстарды жасап жатыр? Көгалдандыру бойынша жұмыс өте керемет. Бізде 2018-19 жылдары, 2018 жылы осы экологиялық стратегияның төңірегінде біз 420 мың тонна болған шығарындымыз. Облыстарға бөліп, 200 мыңы Павлодар облысына тиісті шығарындылардың, 50 мың Қостанай облысына, сол көлемге қарай біз өзімізге мақсат қойғанбыз. 420 мың ағашты өз еркімізбен отырғызамыз осы облыстарда, біздің мекемелер бар жерде, өндіріс бар жерде. Ал біз өз жоспарымыздан өзіміз асып түстік. Қазіргі таңда 5,5 миллион ағаш отырғызылды. Біз Павлодар облысымен әкімдігімен меморандум арқылы келісім шарт жасап, қаржы бөліп, себебі біздің мақсат бұл өндіріс. Өнім алу, алюминий болсын, электроэнергияны өндіру болсын. Ағаш отырғызу бұл біздің жаңағы профиліміз емес, мамандығымыз емес. Сол себептен біз әкімшілікпен келісіп, жаңағы орман шаруашылықтарына ақшаны, қаражатты бөліп, олар мамандандырылған, әрине өздері білет, қандай ағаш отырғызу, бізге ең керегі нәтиже бұл жерде. 5,5 миллион ағаш отырғызылды дедіңіз. Бұл жаңағы әкімшіліктермен бірге бөлінген қаражаттың нәтижесі ме, әлде RG компаниясы тікелей өздерінің қаражатынан осыншама көлемде ағаш отырғызды ма? Бұл біздің тікелей бөлген қаражат. Тек әкімшіліктермен сол істің жүзеге асырылуын қадағалап отырасыздар, иә? Біз қаражатты бөлдік. Біз соның іске қандай асырылып жатқанын барып қарап отырамыз, қадағалаймыз. Өткен жылы барып, қандай ағаш отырғызып жатыр, қалай отырғызып жатыр, мамандандырылған мекеме бар ма, жоқ па, соны барып қадағаладық. Қазіргі таңда ертең маусым, шілде айларында барып енді өткен жылғы нәтижелерді біз мониторинг жасап көруіміз керек. Нәтижесі қанша болды? 2 миллион ағаш отырғызылған болса, оның қаншасы өсіп шықты. Жаңа айтып кеттіңіз, Павлодар облысы деп. Тағы қандай өңірлер қамтылды бұл жоба аясында? Бұл жоба аясында біз өзіміздің мекемелер жыл сайын Қарағанды облысында ағаш отырғызады, Қостанай облысында, Ақтөбе облысында. Стратегиядан басқа жаңағы қоршаған ортаға іс-шара жоспар деген бар. Жобалар мемлекеттік органнан сараптамадан өткен кезде міндетті түрде мемлекеттік органдар осы жаңағы пункттерін жазады. Осындай ағаш көлемін отырғызу міндетті деп. Ол міндетті отырғызамыз ағаштарды. Одан басқа өзіміз жыл сайын жаңағы қаражатын бөліп, мамандандырылған, бұл жерде ең бастысы мамандандырылған кәсіпкер болсын, соларды алу керек. Себебі ағашты отырғызу оңай. Ең бастысы оны күтіп баптау ең басты міндет осы. Себебі біз өзіміздің талаптарымызды қойған кезде ең бастысы осы 3 жылдың көлемінде ағашты отырғызған мекеме соны 3 жылдың көлемінде баптау керек. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, күтіп баптау деп. Демек сіздер тек ағаштың 5,5 миллион ағашқа ғана емес, оны күтіп баптауға да қаражат бөліп, толықтай қамтамасыз етесіздер. Егер солай болса, бұл жобаның несі бар ма, құны бар ма? Бұл жобаның құнын мен сізге айта алмаймын, бірақ жаңағы біз ең бірінші рет 200 миллион теңге Павлодар облысына бөлген кезде, сол 200 миллион теңгеге техникалар алынды, мамандандырылған арнайы техникалар. Ағаштың түрлері сол облыста өсетін ағаштар. Себебі біз 2,5 миллионды бір Павлодардың облысынан таба алмаймыз ағашты. Сол себептен Ресейден олар әкімшілік Ресейден алдырды. Бірақ сол ағаштар осы біздің климатқа төзімді болу үшін. Бұл қаражаттың биыл және 200 миллион теңге бөлініп жатыр. Қосымша тағы 200 миллион. Бұл әрине жаңағы әрі қарай баптауға болады. Техникалар бар екен ішінде. Жаңағы өртке қауіпті әкімшілік
бізге ұсыныспен шықты. Біз өртке қауіп жаңағы техникалар алайық, өрт болуы мүмкін. Иә. Ол қолданды. Кеше ғана біз GNA компаниясымен осы тақырыпты талқыладық. Олар да Абай өңіріндегі орман өртінен кейін қайта қалпына келтіру жұмыстарын жасап жатыр екен. Мәселен, осы орайда сіздердің бастамаларыңыз өте орынды. Неге біз орман өрті шығып, одан кейін ғана ол туралы ойлауымыз керек? Алдын ала қамданып, техника алып, үлес қосып жатқандарыңыз өте орынды. Осы орайда сұрақ туындайды. Сарапшы ретінде енді біздің болашағымыз жастар ғой. Жастарды экологиялық мәдениетке баулу, қалыптастыру қаншалықты маңызды деп ойлайсыз, және оларды экологиялық тұрғыда санасы түзу болу үшін қандай шаралар өткізу керек деп ойлайсыз? Өте маңызды мәселе, өте маңызды мәселе. Жаңа айтады ғой, тәрбие отбасынан басталады. Иә. Балабақшалардан. Японияны қарайтын болсақ, балабақшадан бастап қалдықтарды жаңағы бөлу үйретеді, сұрыптауды үйретеді. Біз бірнеше жобаларды іске асырып жатырмыз. Қазіргі таңда суды үнемде жобасы бар. Су және ирригация министрлігімен бірге біз оларға қолдау көрсетіп, жобаны мектептерде ашық сабақ түрінде өткізіп жатырмыз. 100 мектепте өткізілді. Министрдің қатысуымен, басқа да елшіліктердің қатысуымен. Осы орайда біз Қостанай облысында, Рудный қаласында өткен жылы іске қосылды мектеп. Сол мектепте мамыр айында Финляндияның елшісін шақырып, осы суды үнемде жобасын мектеп оқушыларына талқылап, қандай не себептен үнемдеуіміз керек. Судың тапшылығы бүкіл әлемге белгілі, жылдан жылға өте күрделі мәселе, судың мәселесі. Сол себептен жаңағы тәрбие тал бесіктен басталады дейді. Мектеп қабырғасында қалай суды үнемдеу керек, оның пайдасы не, солардың бәрін үйрету мақсатында осы жобаларды іске асырып жатырмыз. Тынбай жаңағы экология сабағын енгізсе, өте бір керемет нәтижесін береді. Біз қазір менің департаменттің мамандары мектептерге біз кейде өзіміз инициатива білдіріп, мектептерге бастамаларды алып, жаңағы сұрыптауды үйретеміз. Қалдықтарды қалай, мына қалдықты көмуге болады, мынаны өңдеуге болады, мынаны әрі қарай кәдеге жаратуға болады деп, сондай ашық сабақтарды арасында өтіп тұрамыз. ERG компаниясы жастарды да қолдауға, экологиялық тұрғыда мәдениетті қалыптастыруға үлес қосып жатыр екен. Ал осы жоба аясында тағы қандай өңірлерді қамту алда жоспарда бар? Бізде барлық өңірлерде біздің өндірістер бар жер, Павлодар, Қарағанды, Ақтөбе, Қостанай облысында мемлекеттік емес ұйымдармен жыл сайын жұмыстар жүргізіледі. Павлодар облысында балабақшаға арналған қоршаған ортаны қорғау бойынша әдістемелер, кітаптарды шығардық. Қарағанды облысы бойынша мектептерде ашық сабақ өткізілді. Қостанай облысы бойынша барлық өңірлерде бұл жұмыс жыл сайын жүріп жатыр. Себебі ең бастысы, біз жаңағы миссиямыздың бірі жер мен адамзаттың мүмкіншілігін, әлеуетін жаңағы аша отырып, ұқыпты аша отырып, бізге сенген адамдарға оның өркендеуіне қамтамасыз ету. Біздің мақсатымыздың бірі сол миссияны. Бұдан басқа және бір мақсатымыз өз жасап жатқан ісімізде бірінші болу. Сол себепті алға ұмтылуға, қандай да бір жаңалықтар болсын, жаңа қолжетімді технология болсын, жас өсіп келе жатқан бүлдіршіндермен жұмыс жасау болсын, біз ол мәселелерді алға қоямыз. Себебі қоршаған ортаны қорғау мәселесі бұл тек өндірістің мәселесі емес. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Әрине, эколог мамандар бірінші шеңде тұру керек бұл мәселе бойынша. Қалған қоғам соған бейім болу керек, соған қызығушылық таныту керек.
и соған жауапты болу керек. Осы орайда бір сұрақ туындайды, жаңа көптеген жобаларды қолдап жатқандарыңызды, бастап жатқандарыңызды айтып жатсыздар. Жастар болсын, көгалдандыру болсын, жаңағы шығындарды азайту болсын. Осы орайда RG компаниясы халықаралық экологиялық аудиттер өте ме? RG компаниясынан өтсе қандай нәтиже береді, қандай баға қойып жатыр? Әрине бұл өте күрделі мәселе. Себебі көп өндірістер кеңес дәуірінен келе жатқан өндіріс. Бірақ біз оған қарамай, біз халықаралық SGS деген компания бар, соны шақыртып, біз экологиялық сараптама жүргіздік. Біз қазір қай жердеміз, қай деңгейдеміз, біздің қолданып жатқан іс-шаралар тиімді ма, тиімді емес па деген аудитті біз жүргіздік. Ақтөбе феррозауытында жүргіздік өткен жылы. Нәтижесін берді. Қазақстанның өзіміздің мемлекеттің талаптарына 100% сәйкес келеді. Халықаралық талаптарға 85% сай келеді. Қазіргі жасалып жатқан жұмыстар. Бұдан басқа біз биыл Қазақстан электролиз заводында жүргізбекшіміз осы аудитті. Келесі жылы алюминий Қазақстанда. Себебі бұл аудит сараптама халықаралық бірінші. Себебі біздің өнімдер шетелдерге шығады. Сол себептен ол сараптаманың қорытындысы әрине көмегін береді бізге. Енді подкасттың соңында бізде блиц бір-екі сұрақ бар. Тез жауап берсеңіз болады. Жаңа айтып жатырмыз, жалпы табиғатты қорғау, экологияны қорғау бір ғана адамның жұмысы емес деп. Осы орайда табиғатты өзгерту үшін, экологияны қорғау үшін қарапайым адам бірінші неден бастау керек? Жауапкершілік. Ең бірінші жауапкершілік. Ол өзінің осы қоршаған ортаға қандай да бір іс-әрекетімен зиян келтіріп жатқанын біліп, соған сол қандай да бір әдетті, мысалы, кетіп бара жатып, қолындағы нәрсені тастап кету. Қазір өте жаңағы кездеседі ғой, пластик бутылкалар мысалы болсын, басқа да жаңағы әсіресе жастардың арасында энергетиктер ішіп жатып, соны тастап кетеді. Жоқ, арнайы орындар бар. Соны өзіне әдет етіп алса, ол әдет қылу үшін бірінші жауапкершілік сезіну керек. Мен осы ортада жасаймын, осы қоршаған ортаны қорғау тек жаңағы экологтардың несі емес, міндет емес. Бұл жалпы адамзаттың, әрбір адамның міндеті. Себебі біз енді өндіріс жағынан қарайтын болсақ, қазіргі таңда табиғаттың ресурстарын біз қолданып жатырмыз, шығарып жатырмыз одан өнім. Бірақ біз білуіміз керек, бізден кейін жаңағы қалған ұрпаққа не қалдырамыз, қандай табиғат қалдырамыз. Сол үшін қазір біз өзіміздің барынша үлесімізді қосуымыз керек. 10 жылдан кейін Қазақстанның экологиясы қалай болады? Қазіргі талаптарды дер кезінде орындап, мемлекет тарапынан беріліп жатқан жеңілдіктер өте көп. 10 жылдан кейін біздің экология шығарындылары бірнеше пайызға төмендейді деп ойлаймын. Себебі бұл бағытта өндіріс компаниялары, акционерлер болсын, бәрі қызығушылық танытып, экологиялық жобаларды қолдайды. Бұдан да алдын қолдайды деп ойлаймын. Себебі экологиялық мәселе бұл бүкіл әлемдік мәселе. Климаттық жылу дейміз. Бұл тек біздің мемлекеттің мәселе емес, бүкіл әлем. Экологиялық мәселе, жаңағы айтады ғой, экология экономикамен бірге жүреді деп. Экологиямыз қанша жақсы болса, экономикамыз қанша дамиды. Дұрыс айтасыз. Тағы соңғы сұрақ, RES 2026 экспо көрмесі жайында, жалпы бұндай іс-шаралардың маңызы қандай және бізге не береді? Бұл іс-шараның маңызы өте жақсы, себебі бұған басқа мемлекеттерден сарапшылар келеді, өндірушілер келеді, технологтар келеді, өз өнімдерін жаңағы қоршаған ортаға бағытталған іс-шараға жаңағы технологияларын ұсынады. Бұл бір-бірімен тәжірибе алмасу, бөлісу, ал ізденушілерге шетелге шықпай, осы рестің алаңында танысып, ақпаратпен бөлісу. Ең бастысы бір-бірімен жаңағы тәжірибе алмасу.
Бұл Яғни экологияны қорғау, табиғатты сақтау тек бір елдің міндеті емес, иә? Бұл жалпы әлем болып күресетін. әрине бір елдің біздің ресқа осы орталық Азиядан келетін мемлекеттер бар. Иә. Біз әрине олармен өз тәжірибемізбен бөлісеміз. Олардың өздерінің жасап жатқан істері бар. Олар өзінің тәжірибесін көрсетеді. Соны алмасып, егер қандай да бір тиімді болса бізге, оң нәтижесін беретін болса, әрине оны біз қолдануға дайынбыз. Сол себептен ең бірінші мақсат бұл тәжірибе алмасу. Мгм. Рахмет, бүгін бізге келіп сұхбат, мардымды, маңызды сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғыс айтамыз. Көрермендердің естеріне сала кетейік, бүгін біздің қонағымыз ERG компаниясының қоршаған ортаны қорғау департаментінің директоры Талғат Исмаилұлы Төребек мырза. Рахмет. Сізге де рахмет. Осы орайда көрермендерді 22-24 сәуір күні өтетін РЭС 2026 экспо көрмесіне шақырамыз. Халықаралық экспо орталығында 30 елден 300-ге жуық компания күтілуде және 1500-ге жуық делегат келеді деп отырмыз. Көрме аясында 8 тақырыптық аймақ болады, 8 тақырыптық маңызды мәселелер қозғалатын болады. Одан бөлек 5 мәдени әрі іскерлік бағдарламада қарастырылған. Олардың арасында экофильм фестиваль, Green Runway Fashion Show, эко стартап компетишн және де экологиялық картиналардың көрсетілімі болады. Сол себепті келіңіздер, көріңіздер, біз сіздерді күтеміз. Рахмет.